Personne. Grunnmuseet. Zenit. R2S. Казахское шамалы ұрылған ғой деймін, бірақ полный отпечатание. Аксессуар и документ. В общем, қалай өшіру керек, қалай қосу керек, сондай документтері. И бізде көптен күткен R2S. Biraz ашып көреміз. Пустой. Вот это. Полный отпечатка бар. Новый. И аксессуар. Пульт. Пустой.
Зарядка. И питание. Зарядка, питание. Екінші батарейкасы. Үшінші батарейкасы. Бұл этот комбо вариант. Бұнымен бірге 3 батарейка келеді. Этот Powerbank батарейкаға келеді и Powerbank болып кете береді. Зарядка. 3 батарейканы да зарядтаймыз. И бұл жерде документтер. Бұл не екені? Бұл по идее да объектив. Бізде камераның бетін ауыстыратын защитный объективтер. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. 12 қанат өзімен келеді. Бізде шнур, Samsung Type-C. iPhone өзінің пультінде болады. И пульттің джойстиктері. И сосын USB шнур. Пульт, зарядка. И переходник өткізгенге. Прям дронның да өзінің Type-C мен зарядтауы болады. Бізде не? Бізде бұдан алдын дрон болды. DJI Mavic Mini 2. Ода да тура осындай, просто ол кішкентай, ол да комбо вариант. И ол да жақсы дрон. Просто кішілік қылады, желге тірі байқалады, желде күші әлсіреп қалады. Вот это бұл дрон, мықты дрон. Дәл қазіргі сәтте мықты дрон.
өзінің шнуры, iPhone шнур. И өзінде жесткий кнопка бар. Әзірге зарядчигі жоқ екен. Мен сіздерге енді дронды қазір полный қанаттарын кигізіп и потом полный установка қалай болатынын бәрін көрсетем. Оны келесі видеода салам. Әзірге сау болыңдар.